Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің YouTube каналымда нан салма тағамын жасауды көрсететін боламын. Әр өңірде бұл тағам әртүрлі аталып жатады. Біздің өңірде нан салма деп аталады. Ең алдымен ол үшін бізге сиыр еті, сәбіз, картоп, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, осындай кеспе және де жұмыртқа қажет болады. Барлық ингредиенттерімізді дайындап алған соң тағамымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен осындай балғын сиыр етін аламыз. Оны бірнеше бөліктерге орташа көлемде тіліктеп турап шығуымыз қажет болады. Етті қатты ұсақ немесе ірі етіп тураудың қажеті жоқ. Видеодағыдай осылай орташа көлемде турағандарыңыз дұрыс. Сонда етіміз тез қуырылып пісетін болады. Әрине өз қалауларыңызға қарай ірілеу етіп те тура берсеңіздер болады. Мен өз жағдайымда осындай пішінде турап шықтым. Етімізді турап алған соң бірнеше мәрте жақсылап жуып алуды ұмытпаңыздар. Етімізді турап болған соң келесі кезекте сәбізімізді турауға кірісеміз. Ең алдымен міндетті түрде сәбізіміздің қабығын тазартып, жақсылап жуып аламыз. Сәбізді видеодағыдай мен бірнеше тіліктерге бөлдім. Одан соң осындай төртбұрышты пішінде бөліп шықтым. Қалауларыңызға қарай ірі немесе ұсақ етіп тура берсеңіздер болады. Мен осындай орташа пішінде турадым. Тағамымыз тез пісу үшін. Барлық сәбізімізді турап болғаннан кейін тарелкаға салып бөліп дайындап қоямыз. Және келесі кезекте келесі ингредиентіміз, яғни болгар бұрышын турауға кірісетін боламыз. Міндетті түрде болгар бұрышымызды тазартып алып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң видеодағыдай осылай қиғаштап, бірнеше бөліктерге бөліп, орташа көлемде турап дайындап аламыз. Болгар бұрышы мен қызыл түсті және осындай жасыл түстісін қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тек қызыл немесе жасылды қолдана берсеңіздер де бола береді. Бұрышымыздың бәрін турап дайындап алып, сәбізін және салып қоятын боламыз. Бұл болгар бұрышынан бөлек Калифорния, яғни светофор перистарды қолдансаңыздар болады. Өте әдемі қанық түс беретін болады. Және келесі кезекте жуып тазартылған картопымызды осы ортасынан бөліп, одан соң бірнеше тіліктерге осылай бөліп тураймыз. Көлемін сәбізден ірірек етіп турай береміз. Картоп тез пісетін болғандықтан көлемін ірі етіп турай беруге болады. Бәрін біркелкі етіп турау керек. Сонда піскен кезде бірдей уақытта жақсы пісіп шығатын болады. Ұсақ етіп турамаңыздар, себебі етіміз және қалған ингредиенттеріміз пісеміз дегенше картопымыз езіліп кетуі мүмкін. Келесі кезекте тазартылып жуылып алған пиязымызды ортасынан бөліп, осылай турап шығатын боламыз. Ұсақ етіп тураудың қажеті жоқ, осындай көлемде турасаңыздар жеткілікті. Пиязды ірілеу етіп турадым, себебі етпен бірге қуырылатын болғандықтан ол езіліп кетеді. Сондықтан осындай пішінде тураған дұрыс. Және келесі кезекте сарымсағымызды үстінен бір басып, одан соң осылай майда етіп ұсақтап турап шығатын боламыз. Сарымсақты етпен бірге қуырамыз, сонда етке өте ерекше дәм беретін болады. Тағамымыз өте дәмді шығады. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызған соң үстінен турап алған етімізді салып, бірнеше минут бойы жақсылап қуыратын боламыз. Етімізді жақсылап араластырып, екі жағынан да жақсы қуырылатындай етіп пісіріп аламыз. Қуырылып жатқан сәтінде оның үстінен бір шымшымдай тұз саламыз, сонда етіміз тұздалып жақсы пісетін болады. Етімізді тұздап, үстінен соя соусын қостым. Соя соусы өте ерекше дәм береді және етіміз жұмсақ болып пісетін болады. Барлығын араластырып, бірнеше минутқа бұқтырып қоямын, сонда ет жұмсарып пісетін болады. Етіміз бірнеше минут бұқтырылғаннан кейін, оның үстінен пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Пиязымызды салып жақсылап қуырып алған соң үстінен сарымсағымызды саламыз. Сарымсақты салып бірнеше мәрте жақсылап араластырып, тағы да бұқтырылуға 2-3 минуттай уақытқа қалдыратын боламыз. Бұқтырбау үшін міндетті түрде қақпағын жабу қажет, сонда өз буына жақсылап жұмсақ болып бұқтырылып шығады. Одан соң үстіне турап дайындап қойған сәбізімізді салып, жақсылап араластырып аламыз.
сәбізімізді араластырып салып болған соң, оның үстінен келесі кезекте картопымызды салатын боламыз. Картопымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Барлығы жақсы қуырылуы өте маңызды. Оның үстіне тұзымызды салып, араластырып алып, бірнеше минутқа қалдырамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзы біркелкі сіңіп болу керек. Қуырылып жатқан сәтте тұз салсаңыз, тамақтың тұзы өте дәмді болып шығады. Бірнеше минут қуырылғаннан кейін оның үстіне болгар бұрышты салатын боламыз. Бұрышты ең соңынан саламыз, себебі ол өте тез пісетін көкөніс түрі. Езіліп кетпес үшін соңынан салып қана қуыратын боламыз. Араластырып болған соң үстінен тұзымызды салып алып, одан соң үстінен томатымызды саламыз. 2 қасықтай томат пастасын қолдандым. Томат пастасын қолданғыңыз келмеген жағдайда қызанақтың 1-2 данасын жақсылап ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер де бола береді. Ол да тамаққа жақсы қызғылт түс беретін болады. Мен барлығын салып, жақсылап араластырып бұқтырып алдым. Одан соң оның үстіне су құятын боламын. Суды өзінен сәл асып тұратын етіп қойсаңыздар жеткілікті. Жақсылап араластырып, бірнеше мәрте жақсы қайнағанға дейін ұстайтын боламыз. Одан соң оның үстінен осындай нан салмағы арналған, яғни галагманы деген приправа қоссаңыздар болады. Немесе өздеріңіз ұнайтын кез келген дәмдеуіш түрін қоса берсеңіздер де бола береді. Жақсылап қайнаған соң астын басып қоятын боламыз. Осы уақытта қайнап тұрған ыстық суымызға дайын кеспемізді осылай бірнеше бөліктерге бөліп салатын боламыз. Мен осындай ірі көлемде кеспені қолданып жатырмын. Өз қалауыңызға ұсақтау немесе бұдан да жалпақтау кеспе түрлерін қолдана берсеңіздер болады. Дәл осы подливпен гарнир ретінде макарон немесе күріш, гречка сияқты гарнир түрлерін жасай берсеңіздер де болады. Мен нан салма жасап жатқандықтан дәл осындай лапша түрін алдым. Дәл үйдегідей өте дәмді лапша болып шығады. Кеспемізді жақсылап пісіріп алған соң, осылай суық суға салып аламыз. Сонда қамырымыз жабыспайтын болады. Суық суға салып алған соң, осылай тарелкамызға салып шығамыз. Арасы жабысып қалмас үшін бірнеше мәрте қозғаймыз, арасын ашатын боламыз. Біздің тағамыз пісуге жақын қалды. Қамырымызды осы салып алған, пісіп дайын болған подливімізді үстіне салып шығатын боламыз. Подливіміз осы өте дәмді, аппетитный болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағам өте жеңіл жасалады. Және де мен жұмыртқаны қайнатып алған болатынмын. Бұл тағаммен бірге жұмыртқаны ұсынатын болсаңыз, өте дәмді шығатын болады. Бұл тағамның ерекшелігі де сонда, міндетті түрде жұмыртқаны қайнатып қосып жеп көріңіздер. Жұмыртқамыздың барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Тамағымды тарелкама салып алған соң, жұмыртқаны оның жан-жағынан орналастырдым. Менің тағамым осы өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.